Құрметті тыңдармандар, әр күн сайын арнамда жаңа қызықты әңгімелер шығып отырады, сондықтан да шығарылымды қолдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Балалық шақ. Өзге балалар секілді еш уайымсыз өтіп жатты. Ол кездері тек ертең қандай ойын ойнаймыз деген ғана уайым болатын. Екі ағам бар, және менен кейінгі бір сіңілім бар. Біздің барлығымызды ата-әжеміз өсірді. Әке-шешеміз ауылда мал бағып, олардың еті мен сүтін, ақшасын қалада тұратын біздерге жеткізіп тұрады. Әжем бар билікті басқарады. Шыны керек, ештеңеден таршылық көрмей өсірді. Әжем өзі қаланың қызы болғандықтан ба, әйтеуір бізді қалада өсірді. Қаладан зәулім үй салғызды. Ауылдағы қара шаңырақты әке-шешеме тастап кетті. 2 жасқа дейін анамыздың етегінен жабысып жүреміз. Сосын анам бізді шырылдатып қалаға әжеме әкеліп тастайды. Енесінен айрылған қозы сияқты маңырап біз қала бердік. Солай әжемізге үйреніп, анам келсе жоламайтын болдық. Негізі іштей анамды қатты сағынатынмын. Келсе құшақтап, иісін иіскегім келетін. Алайда әжем біздерді анамның маңайына жолаттырмайтын еді. Анам да әжемнің қас қабағына қарайдау шамасы. Бірде жасым 6-7 шамасында болу керек. Анам үйге етін, сүтін алып келді. Сол кезде әжем тойға кеткен. Атам есік алдындағы шағын бақшада жер өңдеп жатты. Қалаға келген анамның түрі күнге күйген ауылдың адамы екені білініп-ақ тұр. Үйде ешкім жоқты. Мені алғаш рет құшағына алып, бетімнен сүйіп, мауқын басып алғаны есімде. Сол кезде таң қалған едім. Қыз бала болғандықтан болар, біраз уақыт ой түбінде болдым. Неге әжем барда олай жасамайды? Тек бүгін ғана құшақтағаны қалай? Әлде әжемнен қорқатын шығар? Осындай ойларыма жауап таба алмай, басым қатып, әрі ішіме сыймай әжеме былай дедім. Әже, анау күні мама келгенде мені құшақтап сүйді. Дегенім сол еді. Әжем ашулана қарап, енді ол қатын құшақтап сүйетін болса, маған айт, оның шашын жұламын. Ол қатынға жолаушы болма. Ол қатының сасық иісі саған жығып кетеді. Осылай әжем айтқанда мен қатты таң қалдым. Иә, анамды құшақтағанда күннің иісі ме, әлде анамның киіміне ыс сіңгеннен бе, әйтеуір бір иісі болды. Соны айтқан екен деп ойладым. Сөйтсем, әжем анамды ұнатпайды екен. Тағы анам бірде келгенде түгін қоймай ұрсып жатты. Сен қатынға не деп айттым? Балаларға жолаушы болма демедім бе? Анада келгенде ана қызды неге құшақтайсың? Деген әжемнің ашуын сырттай бақылап, неге айттым екен деп өкінгенім бар. Сол күннен соң анам бізді құшақтаған емес, тіпті түрімізге де қарамайтын болды. Арада уақыт өтіп жатты. Анам 4-ші сәбиім босанып, ол 3 жасқа келгенде әкемнен ажырасып кетті. Бізді әжеміздің қолына тастап кете барды. 4 баласымен еш жерге сыймайтыны белгілі. Сол үшін де тастап кеткенін кейін түсініп жатырмыз. Әкем шыны керек, барлық малды өзге жанға бақтырып, өзі басқа елдің қойнында. Анам байғұс барлық тірлікті жасап, бала туса да күйеуіне, енесіне жақпаған еді. Сол үшін де 4 бала туғанша бәрі реттеліп, бақытты отбасы боламын деген үміті болған. Бірақ бәрі бекер екенін түсінгенде қолын бір сілтеп кете барған. Анамның бұл қылығын әжем, ана оңбаған қатын 4 баласын тастап, басқа байға шығып кетіпті, деп ел жұртқа жайып, одан қалды біздің миымызға анамның сондай жаман әдетін күнде айтып, жүрегімізді жаралап өсірді. Анам кеткелі шын керек, біздің жағдайымыз да нашарлады. Әкем 2-ші әйеліне үйленді. Ауылдан сынық құрт та келмейтін болды. Ет дегенді түсімізге көретін болдық. Әжем өзі ауылға барып, 2-ші келінімен ұрсып келетін болды. Әкем болса, 2-ші әйелінің сөзінен шықпайтын болды. Көп ұзамай, әкем барлық малды сатып, қаладан үй алып, әйелі шағын дүкен ашып алды.
әжемнің бар күні екінші келінімен ұрысып, одан қалды балгерлерді жағалап жүрді. Сондағы атама айтатыны: ана сыржылған ұлымның басын дуамен айналдырып алған. Қанша балгерге барсам да осы сөзді айтады. Әкемнің дуаланғанын естіп таң қалып жүрдік. Десе де өзінен көрсін дегім ақ келеді. Әттең әкем ғой. Әкемнің өмірі ұзақ болмады. Көп ұзамай жүректен кетті деген хабарды естіп қайғырып қалдық. Әкемнің жаназасын шығарып, бәрі аяқталғанда әжем екінші келіннің үйіне барып, тағы да айқай шу шығарды. Әй сыржылан, сен баламның басын жұттың, мына үйді босат, ана дүкеннің документін әкел, деп айтқанда сыр келіні бұлай деді: үйімнен кетпесең милиция шақырамын, ешқандай үйде дүкенде берілмейді, бәрі менің атында, деп құжаттарын көрсеткен екен. Әжемнің қарғыстан басқа не келер қолынан? Бір әйел үшін бізді жылатып, сүйіп қосылған алғашқы жарын құл етіп, өзінен безіндірген әкем өлді де қалды. Алланың жазасы шығар. Екінші әйелі әкеме шынымен дуа жасатқаны немесе улап өлтіргені мәңгі жұмбақ болып қалды. Біздің жағдайымыз бұрынғыдай емес. Әйтеуір ата-әжеміздің пенсиясымен өмір сүріп жаттық. Онан есік алдындағы бақшаның қызанақ қиярын базарға апарып сатамыз. Солай өмір өтіп жатты. Арада жылдар өтіп, ағаларым есейіп жұмыс жасап жүрді. Мен 9 бітіріп, ағаларыма жалынып жылап жүріп, ақылы оқуға медколледжге түстім. Әдеттегідей, әжем қарсы болса да, үлкен ағама оқуымның ақшасын төлеп жүрді. Үлкен ағам анама ұқсаған тым сабырлы, сөзге жоқ сондай керемет жан. Астанада құрылыста жүріп, бар тапқанын маған салып тұрды. Өз қаламдағы шағын медколледжге түсіп оқып жүрдім. Үйге бір жолмен барып, бір жолмен келетін мен жігіт дегенге көз салмай тыныш жүрген кезім еді. Бірақ ғашық болсаң көрсоқыр боласың деген рас екен. Міне, мен де ғашықтықтан көрсоқыр болып, 17-ге толмай тұрмыс құрдым. Барған жерім өте жақсы, түсініктері мол жан. Атам мен енемнің адамгершілігі бар, қарапайым жандар еді. Әттең, бірақ мен сорлы әжемнің айтқанымен жүремін деп, өз бақытымды өзім жоғалттым. Айрандай үйіп отырған отбасының күл талқанын шығардым. Күйеуім менен бір жасқа ғана үлкен. Екеуміз бір группада оқыдық. Солай танысқан екеуміз дос болып, кейін сезімдеріміз махаббатқа ұласып, мен жүкті болдым. Ішім шыққанда ғана жігітімен отбасы құрдым. Әйтпесе әже мен ағаларым менің тұрмыс құруыма еш уақытта көнбес еді. Сол үшін де ағаларынан күйеуім таяқ жепте қалды. Әжем әдеттегідей айқай шығарып, әрең дегенде бәрі жақсы аяқталып, тойымыз дүркіреп өтті. Тойда әжем елдің көзінше: әкесі өлген, шешесі тірі болса да тастап кеткен, әлі күнге дейін балаларын іздеп келмеді. Туғаннан өзім асырап бағып келемін. Ал енді құдағи қызымды саған аманат еттім, деп мені елдің бәрінде жылатты. Иә, әжеме мың алғыс. Өсірді, бақты, бірақ айналып келгенде бәріміздің өмірімізді қор қылды. Енем байғұс алғашқы күннен бастап-ақ маған бұлай дейтін: енді сен біздің қызымызсың, әлі тым жассың, үйдің тірлігін сосында жасайсың, қалаған уақытта тұрарсың, аяғың ауыр кезде ауыр жұмыс жасама, қалаған тамағыңды жеп жүр деп мені еркелететін. Адам темір жолда жұмыс жасайды. Енем ауруханада лаборант. Таңғы шайларын өздері қойып ішіп, кешкі тамақты енем өзі жасайды. 2 қайын сіңлім бар. Өте пысық, мейірімді жандар. Екеуі үйді айнадай қылып тазалап, түскі асты жасай береді. Ара-тұра көңіл күйім жақсы кезде тамақ жасап, үйдің шаруасына жағаласқандай боламын. Солай жүріп, тұңғышымды босандым. Ұл бала болды. Ата-енемнің қуанышында шек жоқ. Өйткені менің күйеуім үйіндегі жалғыз ұл еді. Негізі енемнің кенже ұлы болған.
бірақ ол баласы 3 жасында аурудан шетінеген. Бір қызығы, менің тұңғышым сол баладан аумай қалған. Енем немересін көріп жылай береді. Алла маған қайрошымды қайтып берді, Аллаға сансыз шүкір, деп күніге айтып отыратын. Мен тек емізгенім болмаса, балаға анау айтқандай ешқандай аналық махаббатым болмады. Тезірек өзіме келіп, оқуымды қайта жалғастырғым келді. Енем немересі үшін жұмыстан ақысыз күн алып, 3 ай өзі бақты. Ары қарай өзім бағып, әйтеуір күндерім өтіп жатты. Қырсыққанда тағы көтеріп қойыппын. Бұны ешкімге айтпай түсіргім келген. Енем біліп қойып, алдыртуға қарсы болды. Сонымен оқуым жайына қалып, үйде баламен ми ашып, тағы да ұл туып алдым. Енем байғұс немересі көбейген сайын менің барлық жағдайымды жасап, онан қалды әжеме мереке сайын қымбат көйлегі мен алтынын тағып жүрді. Алтынды да қайбір ақшасына алады дейсің, кредитке алатын еді. Қайынсіңілдерім студент болды. Олардың да оқуының ақшасы бар. Әжем де енемнің іші бауырына кіріп алды. Бірдеңе болса енемнен ақша сұрап, әбден жаман үйренді. Үлкен ағам үйленді. Бірақ келінін жақтырмай, әжем үйіне сыйғызбады. Ағам да әйелін алып тайып тұрды. Бұл жағдайда әжем басқаша баяндап, әйтеуір енеме жылап отырып, қартайғанда көрген күнім осы екен, немереден қызық көремін бе деп едім. Келінімнің мінезі адам төзгісіз, деп ауыз-аузына жұқпай өсектеді. Мен де әжеме қосылып, өзімше ол жеңгемді, ағамды да жек көрдім. Өзіме қарамаймын. Менің де оңып тұрғаным жоқ. Келін болып бұл үйдің шырайын шығарып отырғандай. Ондай келіннен аулақ, деп әжемді жұбатқандай болдым. Әжем сол өзін жертва қылып көрсетіп жүрді. Екінші ұлымды босанып, өзіме қарап, ұлым жасқа толғанда балабақшаға бердік. Қайынсіңілдермен жарысып, ақылы оқуымды қайта жалғастырдым. Ол кезде күйеуім колледж бітіріп, скорыйда жұмыс жасап жүрді. Ата-енемнің мені әбден еркелетті. Жұрттың келіндері орамал, халатпен жүрсе, мен үйде шалбар, футболкамен жүремін. Жасым ол кездері 20 жаста. Ештеңені терең ойламайтынмын. Мені көрген көршілер, қайын жұрттарым ол үйдің 3-ші қызы дейтін. Шашымды жалбыратып, бетіме бар бояуды жағып, өзімнің кіші қайынсіңлілерімен жарысып киінетінмін. Осылайша өмір өтіп жатты. Атам қайтыс болды. Әжемнің қасында жүрдім. Екінші ағамның үйленетін ойы жоқ. Сіңілім әлі мектеп оқушысы. Атам қайтыс болғалы, әжем үйіне жиі шақыратын болды. Бармасам ренжіп қалады. Мен оқуымды бітіріп, енем жұмыс жасайтын ауруханасына медбике қылып орналастырды. Әр айдың айлығының жартысын әжеме беріп отырдым. Қалғаны өзімен ауыспайды. Сол кезде енеме бір ретте болсын орамал сыйлап көрмеппін. Не деген сыйластықты білмейтін адам едім. Енем болса, әрбір мерекеде өзі бәрін қуантып, сыйлығын беріп жүрді. Енемнің сондай сыйластығын мен сорлы кеш түсіндім ғой. Жалғыз ұлының әйелімін. Ұл немере туып бердім. Мені көкке көтермегенде кімді көтереді? Осындай сасық ойлар жүрегімді қарайтты. Енем мен атам менің әке-шешесіз өскенімді білгендіктен өз қыздарынан кем қылмай қарағанын түсінбедім. Бірде әжем, менің қажылыққа Меккеге барғым келеді. Қанша ғұмырым қалды дейсің? Енеңе байың айт, ақша жайып Меккеге билет алып берсін. Өзің кредит алып, жолым ақша бер, деді. Басында ойланып қалдым. Кейіннен әжемді ең болмаса Меккеге жіберіп, соңғы тілегін орындайын дедім. Күйеуімен ата-енеме айтсам, тауып береді деп ойладым. Өйткені қашанда әжемнің бір сөзін тастаған емес. Үйге келіп әжемнің сөзін айтып едім, олар шошып кетті. Сол кездері қайын сіңлімді ұзату тойын жасаймыз деп ата-енемнің миы ашып жүрген еді. Дипломға беретін ақшасы тағы бар. Енем алғаш рет ашуланы.
Әжең бізге өкпесі жоқ шығар. Басқа енді Мекке баратын билет алуға жағдайымыз келмейді. Көріп отырсың ғой, ана қызға той жасағалы отырмыз. Қанша кредитіміз бар. Ол кемпір де қартайғанда қайдағыны шығарып. Мына сөздерге менің ашуым келіп, бөлмеге кіріп шықпай қойдым. Үнемі айтқанымды орындағанға жаман үйренгенмен, киімдерімді жиып, әжемнің үйіне кетіп қалдым. Күйеуім жалынып ізінде жүр. Ата-енемде: "Бұл қылығың не? Сонша не жазып қойдық? Бұлай жасама, ұят болады." Мен де үнсіз олардың сөзін тыңдамай кетіп тындым. Балаларды алып кеттім. Өзімше оларды қорқытатын түрім. Олар әбден ата-әжесінің қасында жатып, мені анасы ретінде көрмеген. Екі ұлымды жұлқып ол үйден сүйрегендей алып шығып, әжемнің үйіне тайып тұрдым. Артымнан ата-енем жалынып келді. Сонда да қайтпаймын. "Әжеме Меккеге баратын билет пен виза жасап беріңдер." Онан соң әжем де ортаға түсіп. Күйеуім күнде келгенде әжем оған: "Маған Меккеге апаратын билет әперіңдер" деп келген сайын байғұстың миын жеді. Екі ұлым жылап, әбден мазамызды алғасын, күйеуім келгенде оларды беріп жібердім. Не керек, енем мен атам келіп үйге қайтуымды сұрады. Мен оған да көнбедім. "Енем, бөлек шыққың келсе айт, пәтер жалдап берейік. Бұлай болмайды ғой. Сен бір үйдің келінісің. Осы уақытқа дейін бетіңнен қақпадық. Мына тірлігің ұят енді. Ертең қайынсіңліңді ұзатамыз. Жүр енді үйге." Мен болсам одан сайын қырсығым. "Ешқайда бармаймын. Әжеме билет пен виза алып келіңдер. Сосын қайтам ба көремін." Ата-енем, күйеуім 1 ай бойы үйге келді. Ал мен қырсығып, онан әжем де араға түсіп, оларға ұрсып жүрдім. Күйеуімнің намысын таптадым десем де болады. Әкелген гүлін, шоколадын көзінше мусорға тастай салдым. Соңғы келгенде ол ішіп келді. Маған ызалана айқайлап: "Гүлім, осы уақыт бойы сенің еркелігіңді көтердім. Балалар үшін алдыңа келіп бас идім. Енді саған не керек? Саған соңғы рет мүмкіндік беремін. Қазір менімен үйге барасың" деді. "Әй, неменеге сасып келіп өсіп тұрсың? Саған қанша рет айттым? Бармаймын дедім бе? Бармайым. Көзіме күйік болмай жоғалшы" деп есікті тарс жауып үйге кіріп кеттім. Сол күннен соң ешкім келмеді. Жұмыста енем көрінбейді. Ақсыз күн алып кеткен екен. Ойладым, ұзату тойға дайындалып, қолы тимей жүр екен деп. 1 аптадан соң соттан ажырасу туралы қағаз келді. "Әшейін мені қорқытқан болар. Қазір қағазды қолдан жасай салады" деп жырта салдым. Кейін тағы келді. Мен бармадым. Өзімше қырсығып, "Қашанғы қорқытар дейсің? Ит сияқты алдымда сүмірейіп келер" деп өзімді жұбатып қоямын. Сөйтсем, шынымен де күйеуім ажырасуға арыз беріп, балаларды өз қамқорлығына алған екен. Арада біраз айлар өтті. Енем жұмысына оралды. Мені көрсе де көрмегенде жанымнан өте шығатын. Менде аспанды тіреп тұрғандай енемнің алдында қақиып өте шығамын. Ең болмаса сәлем беруге жарамадым. Іштегілер де мені жек көретіндей. Енемнің қаншалықты алтын адам екенін олар білетін еді. Мен ғой сол алтынның қадірін білмеген. Бірде енем жұмысқа келгенде "Келінің құтты болсын, үйіңе құт әкелсін" деген сөздерді құлағым шалып қалды. Сенгім келмеді. Жұмыстан шыққан бойда жел айдағандай ата-енемнің үйіне жетіп бардым. Шынымен де қызыл орамал, қызыл халат киген менен де жас келіншек жүр. Ішім алай-дүлей. "Сен кімсің?" деп әй-шәй жоқ айқай салдым. Ол абдырап қалып: "Саматтың келіншегімін" дегенде жүрегіме біреу пышақ қадағандай күй кештім. Ашумен үйдегі заттарды лақтырдым. Енем де Самат та жұмыстан шығып, балаларды бірге балабақшадан алып келгесін менен кейін келді. Енем ұлдарымды алып көрші үйге кетіп қалды. Самат болса алғаш рет бетімнен шапалақпен тартып жіберді.
Енді бұл үйде саған орын жоқ. Енді келсең, үстіңнен полицияға арыз жазамын, деді. Мен айқайлап, мен сенің әйеліңмін, кетсем балаларды алып кетем, деп сес көрсеткен едім. Ол менімен ажырасқанын, балалар соның қорғауында екен растайтын құжатты көрсеткенде, сенер-сенбесімді білмей, басым салбырап үйге келдім. Ертеңіне жұмысқа бармай үйде қайғырып жаттым. Бір апта бойы жұмысқа шықпаған едім. Қанша хабарласа да телефон көтермей, солай жұмыстан қуылдым. Өмір қызықсыз болды. Әжем сол мейімді жеп бітірді. Айтатыны сол Мекке. Бойында бір жақсылығы жоқ. Неменеге қажылыққа барамын деп жүр екен. Қаншама жанның өміріне араласып, енді міне мен жалғыз қалдым. Ешкімге ештеңе демей, әжемнің үйінен кетіп қалдым. Нағашыларымды іздеп анамды тауып алдым. Анам байғұс неше жылдан бері ауырып, аяққа енді тұрған екен. Неше жыл бойы анамды көрмегенмен, әбден жылап шерімді тарқаттым. Анам мүлдем екінші рет тұрмыс құрмаған. Кезінде тіпті тастапты кетпеген екен. Әкем анамды өлімші етіп сабап, омыртқа сүйегі зақымдалып, анам байқұс арбаға таңылған екен. Қазірдің өзінде балдақпен жүреді. Көп жүрсе бел ауырады. Анам екеуміз үлкен ағамды тауып үйіне бардық. Ағам да анамды кешіріп бірге тұрып жатыр. Кейін сіңілім де үлкен ағамның қолына келді. Екінші ағам үйленіп бәріміз тойға бардық. Әжем әріден сөйлеп қойды. Оған мән бермедік. Солай анам ұлының тойына алғаш рет қатысты. Екінші ағам да анамды кешірді. Десе де әжемнің мінезіне шыдап бірге тұрып жатыр. Көп ұзамай мен де екінші рет тұрмыс құрдым. Күйеуім қызғаншақ, жиі ұрсып қаламыз. Оның үстіне басқа біреу бар сияқты. Арамызда әлі де бала жоқ. Қанша көтерсем де түсік тастай беремін. Ұлдарымды сағындым. Әлеуметтік желіден көріп отырамын. Бірақ оларға барып құшақтауға дәтім бармайды. Міне, менің өмірім осылай өтіп жатыр. Өткен қателігімді қалай түзетсем болады? Неден бастасам екен? Сіздер маған кеңес беріңіздерші.